Сәлем достар, бүгін біз егелер Қытай шаруашылығымен танысатын боламыз. Олар мал шаруашылығымен айналысқан. Олар мал шаруашылығында ешкі, қой, сиыр мен айналысқан. Оның ең негізгісі жылқы. Жылқыны әскери жұмысқа көлік ретінде пайдаланған. Ал Қытай елінің егініне тоқтала кетсек. Олар бау, бақшамен, тағы дәнді дақылдармен айналысқан. Қытай елінің қолөнер бұйымына тоқтала кетсек, олар қолөнерде тоқыма тіккен. Қытай елі ежелден темірмен айналысқан. Олар бұзыбы 7-6 ғасырда темір қару ойлап тапқан. Қытай елінің сотына тоқтала кетсек, олар сотта егер бір рет ұрлық жасаса, бір саусағын кеседі. 2 рет ұрлық жасаса, 2 саусағын кеседі. Оның ең негізгісі өлім жазасына қияды. Ал Қытай елінің патшалығына билігінде патша болған. Қытай елінің патшалығына тоқтала кетсек, оның билігінде патша болған. Патшаның 3 ақсақал көмекшісі болған. Біреуі шаруамен айналысады, ал екіншісі әскери жұмыспен айналысады, ал үшіншісі Қытай еліндегі адамдарға жерді бөліп беріп отырады. Біздің еліміздің хандығына ұқсас. Біздің елімізде хандығында Қазақ елінің хандығымен салыстырып көрейік. Біріншісі Төле би. Ал екіншісі Қаз дауысты Қазбек би. Ал үшіншісі Әйтеке би. Қытай елінің халық көтерілісіне тоқтала кетсек. Оның ең бірінші қызыл қастылар. Олар қасын қызылға бояп алғандықтан оны қызыл қастылар көтерілісі деп атады. Ол бұзыбы біздің заманымыздың 20-шы жылы Қытай елінің астанасын басып алды. Ол соғысты бастаған Фан Чун. Өзінің 18-ші жылы. Бұзыбы біздің заманымыздың 20-шы жылы Қытай елінің астанасын басып алды. Ол көтерілісті бастаған Фан Чун. Ал Қытай елінің екінші көтерілісі ол сары орамалдылар. Олардың барлығы басына сары орамал кигендіктен оны сары орамал деп атады. Ол соғысты бастаған Чжан Цзо. Ол соғыс 20 жылға созылды. Қытай елі сөйтіп ыдырап кетті. Ал енді сау болыңдар. Көп нүктелердің орнына қажетті сөздерді қойып орындаймыз. QR код арқылы да тапсырманы орындауға болады. Сәттілік тілеймін.